Арманға жету үшін ешқашан бос қалта әсер етпейді. Бос бас пен бос жүрек қана арманға жеткізбейді. Достықты жоспарламайды, махаббат туралы жар салмайды, шындықты дәлелдемейді. Егер арманыңдағы жолда әр үрген итке тас ата берсең, мақсатыңа жетпейсің. Уақыт құм, өмір су, сөз ауа, бұларды былғап алмаңыз. Көз жыласа, жас тамады, кебеді. Жан жыласа, қайғы мұңы кереді. Уа достым-ау, жылатпағын ешкімді, жылатудың керегі жоқ керегі. Жылатудың керегі жоқ себебі, жаратушы жылағанға береді. Түбінде бір әділдігі жеңеді. Сен жасаған істегенің өзіңе бәрі шыр айналып келеді. Не әділ болса, сол мәңгілік. Әрқашан мейірімді болып көрінетін адам өте ұстамды, момын адам. Өз агрессиясын сыртқа шығарғанда, бұл орасан күшті жарылысқа ұқсауы мүмкін. Адам өз агрессиясын қалыпты жолмен сыртқа шығара алмағанда, зорлық-зомбылық туады. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де, жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Әр адамның ешкім білмейтін өз шындығы бар. Үлкен сенім кішкентай өтіріктен өледі. Ағаштың жемісін жеймін десең, түбіне балта шаппа. Ешқашан ертең не келерін білмейсің, келесі күн бе, келесі өмір ме? Айнаға қарап, шын мәнінде қандай адам екеніңді жақсылап қара. Өз арманыңның орындалуына өзге сенбесе, өзің сене біл. Сонда ғана өзгелер де саған құрметпен қарайды. Бұл өмірде бір нәрсеге ғана өкінуге болады, уақытында тәуекелге бел болмағаның үшін. Бақытты ұрлайтын үш нәрсе бар. Өткенге деген өкініш, ертеңге деген қорқыныш, бүгінгі күнге шүкіршілік етпеу. Жалғыздықта ойыңызға, отбасыңызда мінезіңізге, таныстар арасында тіліңізге ие болыңыз. Ешкімге қатты сеніп, арқа сүйеудің қажеті жоқ. Күн батқанда өзіңнің көлеңкең де жоғалып кетеді. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Оң қолың бергенді, сол қолың білмесін. Істеген жақсылықтарыңды бәрі жария етіп мақтансаң, олардың сауабы қалмайды. Ақылдылар ақылдыларға, жолы болмайтындарға тартылады. Сіз кімсіз және кіммен доссыз, осыған көңіл бөліңіз. Болашағыңды білмей тұрып, біреудің өткеніне күлме. Жақсылыққа жақсылықпен жауап бер, ал жамандыққа әділдікпен қайтар.
Біреудің жан сарайына рұқсатсыз үңілу жақсы әдеп емес. Терең өзен тыныш ағады. Баласыз адам бақытсыз адам. Бүгін уақыт жоқ, ертең көңіл күй жоқ, ал тағы бір күні біз де жоқ боламыз. Ештеңені ертеңге қалдырмаңыз. Қазір өмір сүріңіз. Көзі соқыр жандардан емес, көкірегі соқыр пенделерден қорқам. Ең ақмақ деп мен адамдарды айтар едім. Ең алдымен денсаулықтарын құртып ақша табады. Сосын сол ақшаны денсаулығына емдеу үшін жаратады. Өзінің болашағына алаңдап жүргені соншалық қазіргі уақыттан ләззат алмайды. Аяғында болашақта да қазіргі уақытта да бақытты болмайды. Ешқашан өлмейтіндей болып өмір сүреді. Ал өліп кетіп бара жатқанда өмір сүрмегеніне өкінеді.